Жалпы 2050 жылдары тіпті әрбір екінші бала аутист болады деген болжам бар. Мен де ерекше баланың анасымын. Сен сияқты қашан мен университетке барам дейді, мен ол сұраққа жауап бере алмай жүрмін әлі де. Жұмысқа орналасуына дейінгі бүткіл қадам-қадамға бөліп 20-дан аса ұсыныс жолдады. Аутизм саласын аңғаратын мамандардың жаңағыдай аңғару жағынан, білім жағынан өте төмен деген деп есептеймін. Өйткені мен балам өзіме 6 жарымда диагноз, ол өте кеш деп санаймын. Аутизм ол медициналық диагноз емес қой, ол ауру емес. Егер балаңыздан мынандай байқасаңыз, онда мүмкін мынандай маманға қаратудың уақыты келген шығар. Сондай бір ақпараттар жүйелі түрде болу керек. Ерке бала әлі де сөйлейді, әне тілі шығады, міне тілі шығады. Мен де сондай сөзді естідім негізі. Енді ол үміттен де болады. Үміттенеді ғой ата-ана. Мысалға, бір аботерапияның бір сабағы 8 мың аса 10 мың теңге, кейде 1-2 айға 200 мыңнан жоғары 500-600 мыңға төлеп жататын ата-аналар бар, аботерапия үшін. 13 орталықтың өзі де жетпей тұр да. Қазір Асыл Мираста 3 мың бала коррекцияда жүрсе, 3 мың бала кезекте тұр екен. Астанада ерекше бала сау баланың бетін жаңағы суық қарумен тілгені лифтіде. Қоғамда кішкене теріс пікірлер қалыптасып жатыр. Бұндай балалар жеке ұстау керек, қоғамға араластырмау керек деген сияқты да сын пікірлер айтылып жатыр. Барлығын бір топ етіп қарамауымыз керек. Әртүрлі ерекшеліктерге әртүрлі алгоритм болу керек та. Жаңағындай шынжырға, цепқа да байлап ұстайтын ата-аналар болған. Өйткені өте қиын, қоғамға, айналасына зиян тигізе алмасын, өзіне зиян тигізе алмасын деген сияқты. Еңбек дағдыларын үйретіп, сол жерде аз-маз жұмыс істетіп қоятын орталықтар болу керек. Балаға қандай көмек көрсетілсе, отбасыларға да сондай көмек керек, психологиялық көмек. Армысыздар, мен есімім Ахлима, мен ерекше баланың анасымын. Бүгінгі біздің подкастымызда аутизм жайлы болмақ. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, Республика партия фракция мүшесі Смолякова Екатерина Сергеевна. Сәлеметсіз, қош келіпсіз студиямызға. Сәлеметсіздер ме? Шақырғандарыңызға рахмет. Ең бірінші алғашқы сұрағым бірі, қазір біздің елімізде ғана емес, жалпы дүние жүзінде ерекше балалардың саны күн санап өсуде. Мысалға 2000 жылдардың басында 150 баланың әрбір біреу аутист болса, ол сан уақыт өте келе өсіп келе жатыр. Мысалы 2000 жылдары әрбір 31-ші бала ерекше бала. Жалпы 2050 жылдары тіпті әрбір екінші бала аутист болады деген болжам бар. Яғни біздің жер планетасының әрбір екінші баласы аутист болып, оларды күтушілерден ғана тұратын деген сияқты ақпараттар кезіп жатады. Енді сізден сұрайын дегенім, осы жоғары билікте ерекше балаларға байланысты қандай заңдар қабылданып жатыр, қандай іс-әрекеттер атқарылып жатыр? Негізі айтып жатқан нәрсе дұрыс, тақырып өте өзекті, тіпті біздің заманымыздың ең өзекті тақырыбы деп айтамын. Мен мысалы өзім парламентке келгеніме міне 4 ай болды. Мен келе салып парламент қабырғасында келе салған күннің ертесіне десем де болады, осы тақырыпты көтердім. Өйткені біріншіден мен енді қоғам өміріне белсенді араласып жүрген енді депутат, халықтың мүддесін айтып жүрген адам болғандықтан, осы қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатқан осындай мәселеге мен ең жарлы қарай алмаймын. Екіншіден, мен де ерекше баланың анасымын. Сол үшін ол өзімнің жеке тақырыбым. Одан кейін үшінші себеп ол педагог маманы болғандықтан, мен өзім педагогика білім беру саласынан келіп отырмын мәжіліске 10 жылдан аса, уақыт мен мектеп, колледж, университет 3 деңгейінде де істедім білім беру саласының. Бұл тақырыпқа мен былай көтермей отыра алмадым бұл тақырыпты. Және өзім жаңағыда ана ретінде бұл тақырыпты ішкі жағынан да танимын, кәсіби жағынан да бұл тақырып маған таныс. Енді шын мәнінде мынау әлемдік статистиканың көрсеткіштері адамды шошытады. Тіпті өткенде 36 баланың біреуі, енді одан кейін 31 баланың біреуі аутизммен дүниеге келеді деген цифрлар шығып жатыр. Ол ресми дерек, Яғни бұл дегеніміз бір сыныпта 30 бала отырса, соның біреу аутист болады деген сөз ғой. Яғни білім беру жүйесі қазірдің өзінен осыған мұқият қарап, қазірдің өзінен бастап былай кәдімгідей жүйелі түрде қолға алу керек деп есептедім да, мен депутаттық сауал жолдағам 2 сәуір күні.
аутизм туралы ақпараттандыру күні болды ғой. Ол депутаттық сауалда осы тақырыпта жүрген, осы салада жүрген ата-аналар қауымдастықтары, ассоциациялар бар әртүрлі. Солардың барлығымен кездесіп, талқылап, біз бірнеше ұсыныс жасаған болатынбыз. Сонымен қатар үкімет басшысына, ұлттық құрылтайға да жібердік біз ұсыныстарды. 20-ға жуық ұсынысымызды жібердік. Мынау ерте диагностикадан бастап жұмысқа орналасуына дейінгі бүткіл қадам-қадамға бөліп 20-дан аса ұсыныс жолдадық. Бұл жерде енді тақырып өте ауқымды. Бұл жерде ранее диагностика мәселесі де бар. Егер мысалы қазір жалпы әлемде туасасымен бір жасына дейін диагностикалау болатын болса, бізде қазіргі таңда диагностика 3,5-4 жасына таман ғана жүргізіліп жатыр. Ерте диагностиканы қазір енгізіп жатыр жайменде, бірақ ол барлық бізде өңірлерге әлі тарамаған. Жарайды, Алматы, Астанада бар шығар, мықты клиникаларда, бірақ та жалпы өңірлерді де ойлауымыз керекпіз ғой. Ерте диагностикалау мәселесі бар. Неғұрлым ерте диагностика болса, соғұрлым бала коррекцияға ертерек түсуге мүмкіндігі бар, соғұрлым оның мектепке бару мүмкіндігі жоғарырақ болады, Одан кейін енді бізде мектепте жалпы қазіргі таңда жағдайлар жалпы айтқанда жасақталған. Мысалы, менің балам кәдімгі жалпы орта білім беру мектебіне барады. 1-ші класстан, қазір біз 6-ші класты бітіріп отырмыз. 6-ші сыныпты кәдімгідей 30 баласы бар сыныпта менің балам оқиды. Тьюторы бар, 1-ші партада отырады, қолын көтереді, кейбірде үйге келгенде мынандай тақырып болды деп, қандай ойында не қалды, соны айтып келеді, дәптерін көрсетеді, жазу жазады. Мүмкіндігі келгенше есеп те шығарады. Мені сол қуантады да. Тіпті есеп шығармаса да, сол қоғамның ішінде болып, балалармен бірге үзілісте жүгіріп, асханаға барып пирожки жеп, сол ойнап, сөйтіп қоғамның ішінде болу ғой. Аутизмдегі басты нәрсе социум, әлеуметтену мәселесі, коммуникация көбірек болу керек. Мен жалпы баламды 2 жасынан бастап дабыл қағып, сәл бір өзгешеліктері бар екенін байқадым да. Ол кезде 2012 жылы, 2014 жылы біз 2 жасқа толғанда, ол кезде аутизм туралы ақпарат аз. Мүлдем жоқ деуге болады. Мүлдем жоқ, осыдан ровно 10 жыл бұрын ғой. Ол кезде тіпті балаң бір түрлі болса, көшеге шығуға ұялатынсың. Сол кезде сондай болған. Автобусқа кіріп балаң сәл мазасызданып, жылап нетсе, отырған елдер, баласы тәртіпсіз, балаларыңыздың ауыздарын жабыңыздаршы, тәрбиелеңіздер деп, үлкен апалар сөйтіп ұрсып та алатын. Сондай да болды, басымыздан өтті. Ол кезде ақпарат мүлдем аз, ұяласын, баланы көрсетуге, ортаға шығаруға, қонаққа бармайтын уақыттарымыз да болды. Әртүрлі жағдай. Бірақ та біз енді ерте диагностикаға жүгініп, асыл мирас орталықтарына барып, біраз сатыр орталығына барып, сондай. Одан кейін кәдімгі мемлекеттік садикке бердім, мысалы. Ең басты принцип, мен мысалы ата-ана ретінде ұстанған ең басты принцип әлеуметтендіру. Неғұрлым адам көбірек жерге апару, әртүрлі қонаққа, садикке, қосымша сабақпа, қосымша бір нәрсеге, развивашкаға. Неғұрлым адамдармен көбірек ортаға араласа берсе екен деп. Енді жаңа білім беру саласына келетін болсақ, қазір мектепте жағдай енді жалпы жасалған. 90% мектептерде инклюзивті сыныптар бар. Мектептер, в принципе, ол бағытта жақсы жұмыс жасалып жатыр. Енді ары қарай мектеп бітіргеннен кейін не? Мына осы сұрақ күрделі болып тұр. Өйткені ары қарай мысалы ол бала бітіреді, мектепті бітірді дейік. Менің де қызымның 7-ші сыныпқа барады. Ол менен сұрайды, мен қашан университетке түсе аламын дейді. Өйткені мен университетте істеймін ғой. Сен сияқты қашан мен университетке барам дейді. Мен ол сұраққа жауап бере алмай жүрмін әлі де. Мен білмеймін. Менің балам, және менің балам сияқты балалар ертең университетке барып оқи ала ма, колледжге түсе ала ма? Неге ол сұраққа жауап бере алмаймын? Қазір өйткені мен өзім білім беру жүйесінің дайын еместігін білем. Соның ішінде анық айтқанда колледж, университеттерде мұғалімдер дайын емес. Білім беру бағдарламалары
бейімделіп жасақталмаған. Өйткені бұл балаларға басқа программа керек қой. Ана кәдімгідей 4 жылдық бакалавриатты оқи алмайды. Оларға қысқартылған кәдімгідей таза мына кәсібін жасай алатын қарапайым упрощенный ма, сокращенный ма программалар керек болады. Осы сұрақты да көтердік жаңағы депутаттық сауалымызда. Енді кейбір колледждерде енгізіп жатырмыз дейді. Мен министрмен де кездестім, білім беру министрімен, ғылым және жоғары білім министрімен де кездесіп осы сұрақтарды көтердік. Жалпы мына колледждерге қазір білім беру саласы бетін бұрып жатыр. Негізі министр де айтып жатыр, ол кісі мойындап тұр. Бізде басы ранняя диагностика, кішкене әлсіздеу, ортасы бар дейді. Жаңа мектеп дедім ғой, менің де көзқарасым сондай. Одан кейін аяғы жоқ, яғни колледждерде. Мен мысалы баламның қазір мектепті бітірсе, аман есен бұйыртса, ары қарай мысалы бір колледжге барып білім алуын қалаймын. Бұл балаларға да енді бір лайықты, олардың қабілетіне лайықтап алатын мамандықтар бар ғой. Мысалы Астана қаласында мына қоғамдық тамақтану және сервис колледжі бар. Сол жерге Астана қаласы әкімдігінің жаңа өзінің тікелей демеуімен, қолдауымен эксперимент түрінде не ашқан? 20 грант бөлген швея мамандығына және пекарь жаңағыдай тамақтану мамандығына 10 грант бөлген екен. Өз көзімен барып көрдім. Әр түрлі менталды бұзылыстары бар балалар, әр түрлі жастағы жаңағыдай не пісіріп жатыр, асханасында жаңағыдай кәдімгідей үйренеді аспаздықты. Мына жақта тігіп жатыр, тігуді үйреніп жатыр. Ертең ол балалар жаймендеп біреусі кафеде, пекарняда, тігін бір цехтерінде жұмыс істей алады. Ары қарай өзінің күнін өзі көре алатын деңгейге жеткізуіміз керек. Енді осы бойынша не істелініп жатыр деген кезде өздеріңіз білесіздер, мынау наурыз айында болған ұлттық құрылтайда президентіміз ерекше балалар бойынша, яғни инклюзия бойынша жеке заң қажет деп айтылды. Осы жылдың аяғына дейін сондай заң әзірлену керек деген тапсырма берілді. Енді сол негізі заң жобасы парламентте әзірленіп жатыр. 25 жылдың аяғына дейін ол заң шығып қалу керек. Негізі. Бұл жерге енді ол заңға біз жұмыс тобына міндетті түрде кіретін боламыз. Жаңа мен айттым ғой басында, көп сарапшылармен жұмыс істедік. Әртүрлі ассоциациялар, союз родителей особенных деток, жаңа аутизм ассоциациясы бар, көп. Белсенді ата-аналар бар, балалары кәдімгідей 21-22 жастағы ата-аналар бар ғой, осы жаңағыдай туғаннан бастап сол уақытқа дейін сол путь дейді ғой, жүріп өткен ата-аналар бар ғой. Сондай сарапшыларды қосамыз жұмыс тобына және сол заң жобасын бірге әзірлейтін боламыз. Қазір көптеген ұсыныстарды әзірлеп ұстап отырмыз. Сол заңға қосамыз деп, Сіз енді жаңа сөзіңізде ерте диагностика туралы айттыңыз, мен толықтай келісем, өйткені аутизм мәселесінде ең басты ол ерте диагностика ғой. Ерте аңғарылса, баланы жаңағы аутизмдық өз несін шығаруға мүмкіндік болады, көбінесе. Ал кеш диагноз қойылып жатса, жаңағы шығару мүмкіндігі өте аз болады. Мысалы, мен өзім балама диагноз өте кеш қойылды. 5 жастан асқаннан кейін, 6,5 жасында, 7 жасында тек мүгедектік алдық. Оған дейін мен қанша жерлерге апарсам да, аутизм диагнозын ешқандай маман, тіпті Алматыдағы ең мықты психиатрын өзі көре алмады. Бұдан не аңғаруға болады? Яғни біздің елімізде аутизм саласын аңғаратын мамандардың жаңағы аңғару жағынан, білім жағынан өте төмен деген деп есептеймін. Өйткені мен балам өзіме 6 жарымда диагноз, ол өте кеш деп санаймын. Осы ерте диагностика туралы ерте диагностика қою үшін мен өзім ойлаймын, 1 жасқа дейін аутизм диагнозын негізі анықтауға болады ғой. Жаңағы белгілер бойынша көзге қарамау, атына елеңдемеу, ойыншықтармен ойнамау, дыбыстар шығармау деген сияқты. Осыған байланысты медициналық жағынан, медициналық орталықтарда дәрігерлердің білімін жоғарылату, аутизм саласын ақпараттандыру туралы қандай шаралар болашақта қазір күнде атқарылып жатыр? Өте дұрыс сұрақ, өйткені біз басынан бастауымыз керекпіз ғой. Ранняя диагностика деген ол баланың жаңа дүниеге келгеннен бастап ата-ана оған назар аудару керек. Ол үшін не қажет? Осы сұрақ бойынша менде кездесу болды. Жаңағыдай еңбек және әлеуметтік қорғау министрімен кездестік. Наурыз айының басында осы сұрақты мен қойдым. Ранняя диагностика бойынша не істелініп жатыр, жалпы қандай жоспарларыңыз бар? Цифр деген өсіп жатыр күннен күнге.
балаларымызды қалай құтқарамыз, отбасыларға қалай көмектесеміз. Бұл жерде сіз жаңа сөзіңіздің басында ақпарат туралы айттыңыз ғой. Негізді осы жерде ең маңызды сұрақтардың бірі бұл ақпараттандыру. Неліктен 2 сәуірді аутизм туралы ақпараттандыру күні деп айтты? Аутизм күні емес, аутизм туралы ақпараттандыру күні. Яғни бұл жердегі жалпы осы мәселедегі ең маңызды нәрсе бұл ақпараттандыру. Соның ішінде жалпы қоғамды ғана емес, соның ішінде ата-аналарды да. Өйткені мысалы мынандай тенденция бар. Жарайды, Астана, Алматыны қоя тұрайық та, өңірлерді, ауылды жерлерді, мысалы бала дүниеге келді дейік. Білесіздер ғой, көп жағдайда ауылды жерде бала сөйлемесе 3 жасқа дейін, 4 жасқа дейін ой апасының тілі кеш шыққан, ой ол ерке бала әлі де сөйлейді, әне тілі шығады, міне тілі шығады. Мен де сондай сөзді естідім негізі. Енді ол үміттен де болады, үміттенеді ғой ата-ана. Бірақ та қазіргі заманда сондай нәрсеге үмітпенен және де немқұрайлылықпен қарамай, сәл басқаша көңіл бөліп, о бастан ата-ананың өзі назар аударып, мамандарға апара бастау керек та, дабыл қағып. Бір признактарын байқай салысымен. Өйткені заман сондай ғой. Ол үшін біз ақпараттандыруымыз қажет. Одан кейін непринятие деген болады ата-аналарда, жаңағыдай енді симптомын көре отырып, жоқ, ондай емес, Құдай сақтасын деп ойды итереміз ғой. Қабылдамау деген бар. Өзіміз уақытын ұзартып аламыз, кейбір жағдайда. Ол болмау үшін тағы да ақпараттандыру мәселесі келіп тұр. Егер де ата-аналарда ресми түрде зерттелген бір орталықтан, мысалы министрлік, мәдениет және ақпарат министрлігі тарапынан, немесе денсаулық сақтау министрлігі, немесе білім беру министрлігі тарапынан жаңағыдай сауатты, ғылыми негізделген бір жақсы ақпараттар шығып жатса, жүйелі түрде, тіпті алгоритм сияқты, памятка сияқты, жаднама. Міне, құрметті ата-ана, сіз балалы болдыңыз, құттықтаймыз жаңағыдай. Егер балаңыздан мынандай байқасаңыз, онда мүмкін мынандай маманға қаратудың уақыты келген шығар. Сондай бір ақпараттар жүйелі түрде болу керек. Ақпараттандырудың маңызы өте зор. Осы сұраққа мен еңбек және әлеуметтік қорғау министрінен мынандай жауап алдым. Ол кісілердің бұл министрліктің жобаларында мынандай бар екен жоба. Приложение аналарға арналған, ата-анаға арналған. Мысалы, бала дүниеге келді, и ата-анасы жаңағыдай приложенияда мынандай ай сайын белгі қойып отыратын нелер бар екен. Мысалы, балаңыз басын көтерді ма, сіз деген сияқты белгі қоясыз. Балаңыз қимылдады ма, аунады ма деген сияқты, сөйледі ма, мама папа деді ма деген сияқты. Әр айдың өзінің сұрақтары кеп тұрады екен. Егер де мысалы ол сұраққа сіз жоқ деп жауап берсеңіз, ол қызыл болып жанады екен да. Сіздің жаңағыдай дәрігеріңіз, педиатр мысалы, немесе отбасы дәрігері соған реагировать етеді екен. Бірақ ол жүйе әлі іске аспады, бірақ та жобаларында бар. Енді негізі былай ойлап қарасақ, жақсы решение бұл. Қазір енді тіпті цифровизация, жасанды интеллект дамып жатқан, технологияның қарқынды дамып жатқан заманында осындай құрал өте пайдалы болады ма деп ойлаймын. Сонда ата-ана деген әрдайым толтырып, өзін-өзі тексеріп отырады да. Осындай жоба бар министрлікте. Ары қарай, енді жоғары кадрлар мәселесіне келетін болсақ, сіз жаңа айтып жатсыз, мамандар аз. Ерте диагностика жасайтын маман аз, баламды қайда апармадым, ажырата алмайды да, диагнозын анықтай алмайды, көре алмайды. Дұрыс айтасыз, өйткені аутизм ол медициналық диагноз емес қой, ол ауру емес. Ол жерде врачта, педагогта, психологта, психиатрда қарайтын нәрсе аутизм. Бұл ауру емес, ауруға жатпайды. Сондықтан бірнеше маманның қарауына жүгінетін нелер ғой бұл, симптомдар.
әрине енді кадры решают все дейді ғой. Кез келген проблемада бәрібір де біз айналып кеп проблеманы талдай келіп кадр мәселесіне кеп тірелеміз. Кадр мәселесіне мысалы ерте диагностика жасау үшін білікті маман қажет. Хорошо, жақсы. Мектепке барды. Мектепте пән мұғалімі, сынып жетекшісі, қасына отыратын тьюторы дайын ба ол баламен жұмыс істеуге? Тағы да кадр мәселесі. Яғни біз анау мұғалімдерді дайындауымыз керек, иә. Сондай әртүрлі балалармен, ерекше балалармен жұмыс істеудің негізін меңгерген мамандар даярлауымыз қажет. Одан кейін ары қарай мысалы колледжге барса сол мамандықты оған игерте алатын, тағы да сол баланың тілінде сөйлесіп оған түсіндіре алатын маман қажет. Енді осы мамандардың барлығын оқытатын да маман қажет қой. Иә. Яғни біз білікті мамандарға кеп тірелеміз. Енді қазір әлем мойындаған осы менталды ерекшеліктері бар адамдармен, балалармен жұмыс істеудің ең тиімді нәтижеге жеткізетін тәсілдердің бірі әлем мойындаған бұл ABA, терапия. Бұл қазақша айтқанда қолданбалы мінез құлық терапиясы. Анализ, прикладной поведенческий анализ, бұны енді кейбірде мойындайды, кейбірде мойындамайды, әртүрлі көзқарас бар, бірақ нәтижесіне қарайықшы. Бәрібірде ата-аналардың 90% бұның тиімділігін мойындайды. Оны да мойындау қажет. Яғни бұл нәтиже шығарады. Демек ол жұмыс істейді. Сондықтан мен өзімнің депутаттық сауалымда да осы министрліктермен кездесу барысында да кез келген уақытта мүмкіндік болғанда тіпті басқа жиналыстарда кездесіп қалғанда осыны айта берем. Осы 20 маусым күні Абай университетінде, Қазақ ұлттық педагогикалық университеті бар ғой, Абай атындағы. Бұл еліміздегі педагог мамандарын даярлайтын жетекші жоғары оқу орны. Абай университеті педагогика мамандықтары бойынша стандарт жасайды. Оқу әдістемелік жаңағыдай орталық болып табылады. Яғни әдістеменің бәрі сол жақта жасақталады. Мен ол университеттің басшылығымен кездесіп, осы мәселені көтердім де, давайте арнайы педагогика, оның ішінде дефектология, сурда, логопед, тифло педагог барлығы сол арнайы педагогиканың ішінде отырады. Осыған абаны қосайықшы, ABA терапияны. Жеке мамандық ретінде ма, жоқ. Бұл бір мамандықтың ішіндегі бір трек, специализация бола ма? Осыны қарастырып зерттеңіздерші, бірақ бұны қосайықшы деген ұсыныспен барғам. Сол ұсынысты ол кісілер жалпы қолдап, олардың университетінде инклюзияға қатысты орталық та ашылған екен. Сол орталықтың базасында зерттеу жүргізеді, әртүрлі талдаулар жүргізеді. 20 маусым күні бір апта бұрын үлкен республикалық жиналыс өткізді. Сонда осы сұрақтар көтерілді. Мынау әріптестеріміз бар ғой, ата-аналар белсенді, Алия Абдибаитова сияқты, басқа да әлеуметтік кәсіпкерлер, осындай аутистермен, аутистерді жұмысқа алатын әлеуметтік кәсіпкерлер бар ғой, сол кісілер баяндама жасады, өздерінің тәжірибесімен бөлісті. Сонда енді бұйыртса ABA тәсілдерін мамандықтарға қосады. Дефектология мамандығына қосуды қарастырып жатыр. Яғни бір сөзбен айтқанда, енді қадамдар жасалынып жатыр, бұйырса жақсы нәтижелерге алып келу керек. Бірақ оған да уақыт қажет. Абай терапия негізі қосылса өте жақсы болатын еді. Шынымен де әлем бойынша аутист балаларды жаңағыдай коррекциялық жұмыстар жасауда дәлелденген методтардың бірі болып саналады абай терапия. Мысалы қазір абай терапия келетін болсақ, біздің елімізде әрбір аутист баланы абай терапияға апаратында ата-аналардың мүмкіндіктері жоқ. Неге? Өйткені абай терапия өте қымбат коррекциялық жұмыс болып саналады, иә. Мысалға, бір абай терапияның бір сабағы 8 мың аса 10 мың теңге, кейде бір-екі айға 200 мыңнан жоғары 500-600 мыңға төлеп жататын ата-аналар бар, абай терапия үшін. Дегенмен осындай ақшаны төлегенмен абай терапияны оқып алатын мамандардың барлығы мықты мамандар деп айта алмаймын. Себебі абай терапияны оқитын өзінің модульдері бар ғой, бірнеше модульдер. Кейбір мамандар бір ғана модулін оқып алады. Мысалға, 2 модулін ғана оқуы мүмкін. Сосын баламен жұмыс жасау кірісе бастайды. Яғни ата-аналар жаңағы
жаңағындай оның неше модуль оқыған білмейді, оның лицензиясы жаңағы өзінің аботерапия жағынан мамандығы жағынан қаншалықты ол сапалы маман екенін білмейді. Дегенмен де өзінің барлық ақшаларын осы жаңағындай аботерапевтке салып жатады. Елімізде тегін аботерапия жоқ, оны да білеміз де. Асыл мирас бар, тек оған жаңағындай кезекті ата-аналар жылдап күтеді. 3 айдың жаңағындай коррекциялық жұмысын жүргізу үшін жылдап күтеді. Енді осыған байланысты жалпы Қазақстан бойынша аботерапия мамандықтарын оқып, жұмыс жасап жатқан мамандардың үстінен қандай да бір тексеріс жүргізе ме, лицензияларына қарайсыздар ма, мысалға сондай жағынан заң қабылдану мүмкін бе? Жаңағындай сапалы ғана аботерапевттер аутист баламен жұмыс жасайтындай мүмкіндік болу керек, мысалы. Иә, өте сондай орынды сұрақ. Ата-аналардың көкейінде жүрген ең басты сұрақтардың бірі. Өйткені қазір аботерапия дегеніміз сауда болып кетті. Өкінішке орай адамдардың қайғысы жаңағыдай саудаға айналып кетті да. Енді ата-ана өзінің баласын жаңағыдай емдеу үшін немесе баласына көмектесу үшін 8 мың да 10 мың керек болса 15, 20, 30 мыңды да төлей береді. Мен ата-ана ретінде білемін. Әйтеуір бір үміт болса, әйтеуір бір нәтижесі болады ау деп. Енді соны пайдалана отырып, жаңағыдай кейбіреулер пайдаланып алады да, содан сауда жасап кетеді. Шын мәнінде абаның жаңағыдай 72 сағаттығын онлайн курсын оқып алып, тіпті педагогикалық білімі немесе тәжірибесі жоқ адамдарда қазір эксперт, маман болып кетті ғой. Ондай болмау тиіс. Бұл сұрақ біз кеше ғана мына кешкісін Болат Өтемұратов қор білесіздер ғой. Олар жаңағыда асыл мирас мектептерін ашқан қор ғой. Қазір негізі елімізде 13 асыл мирас бар да, оның 2-еу жаңағыдай қорға қарайды да, 11-ін мемлекетке өткізіп жіберді. Бірақ 13 орталықтың өзі де жетпей тұр да. Қазір асыл мираста 3000 бала коррекцияда жүрсе, 3000 бала кезекте тұр екен. Біз осы цифрларды да анықтап әрқашанда біліп отырамыз, жаңағыдай жалпы тенденцияны біліп нету үшін. Кеше осы сұрақты біз талдаған болатынбыз. Шын мәнінде сол абаны сәл қарау керек, тексеру керек. Және де лицензия ма, сертификация ма бір нәрсе енгізу керек болып тұр. Бұл біздің жоспарымызда бар. Жаңағыдай қазір заң бар ғой, заң жобасы, соған кіргіземіз деп жоспарлап отырмыз. Шынымен де ол реттелетін нәрсе, реттеуге тиісті нәрсе. Өйткені реттемесек, оның жаңағыдай балалардың денсаулығына нұқсан келтіретін де тәуекел бар. Мысалға тегін реабилитациялық орталықтарда аз, өте. НСДР мысалы Астана бойынша тек бір-ақ орталық, о жақтан жан-жақтан Қазақстан түкпір-түкпірінен келеді. Онда енді барлық жабдықталған, жаңағыдай стимуляция, нейрондар жүйесіне емдейтін жасалынады. Солевой шахта деген бар ішінде, өте көп ем түрлері бар. Логопед, дефектолог, психолог. Мысалға ол ерекше балалар үшін өте жақсы жер, бірақ оның аздығы, яғни бүкіл Қазақстанға тек бір-ақ орталық. Мысалға жан-жақтан қалалардан келген ата-аналарға өте қиын. Әр қалада мысалы осындай ұлттық орталықтар ашылса, жаңа балаларды реабилитациядан өткізетіндей. Осындай ұлттық орталықтар жалпы ашылу биліктің жоғарыдағы мүшелердің ойында бар ма? Ол бар. Ол сұрақ көтеріліп жатыр. Басқа әріптестер де көтерді осы сұрақты орталықтардың ашылуы бойынша. Негізі ол қажет, бірақ та мен деген әрқашанда мамандарға көбіне көңілімді аударам да. Жаңағыдай орталықты ашып алып, бұл жерде кім жұмыс жасайды деген сұрақ менде бірінші кезекте келеді. Мамандар жоқ дейсіз ғой. Не бар ғой, бір жерде ұмытып қалдым қазір қай облыста екен. Осындай орталық ашылыпты да, ішіне барса, ана кабинетте жұмыс істемейді, мына кабинетте жұмыс істемейді, маман. Енді тапшы ғой мамандар, бізде сапалы дефектолог, сапалы логопедтер бар болғанмен де олардың көбісі жаңа жеке коммерцияға кетіп қалған, жеке өздерінің орталықтарын ашып алған, бизнес ашып алған ғой көбісі. Орталық ашу керек, оны да біз көтеріп жатырмыз. Жаңа ABA-да айттым. Негізі мынандай ұсыныста болған. Осы жуырда бір 2-3 күн бұрын Аманат партиясының білім беру және денсаулық сақтау мәселелері бойынша республикалық несі бар? Комитеті. Мен соған шақырылған жаңағыдай қатысушы ретінде қатыстым. Сонда мынау ерекше балалардың ата-аналары
қауымдастығы бар ғой, одағы бар еліміз бойынша. Оған 3000-нан аса ата ана кіреді екен. Сол ата аналардан маған 3 сұрақ келіп түсті, жүйелі осыны ұсыныңызшы деп. Мен сол площадканы пайдалана отырып, ол жердегі тақырып осы дошкольное образование болды да. Сол жерде ABA маманы балабақшаларда болса деген ұсыныс айттым. Мынау басқа елдерге қарасақ, көп елдерде, жоғары дамыған елдерде ABA специалист не балабақшаның өзінде бар, немесе аптасына 2-3 рет келіп, ерекше балалармен жұмыс істеп кетеді екен, өзінің терапиясын жүргізіп кетеді. Тиімді тәсіл ғой. Осыны ұсындым. Енді министрліктің берген жауабы, жаңағыдай балабақшаларда негізі мүмкіндік бар, өзінің контингентіне қарай маманды шақыртып жұмысқа қабылдай алады. Мысалы, егер де садикте енді ерекше бала болмаса, оған аботерапия не керек? Егер де балабақшаға ерекше бала келіп атса, яғни тиісті мамандарды жұмысқа қабылдауға мүмкіндігі бар дейді. Бірақ енді бәрібірде аба маман, ABA маманы балабақшада болу керек деп санаймын. Осы бір ұсынысымыз болды, және де мынандай ұсынысты біз айттық, жаңағы ұлттық құрылтайға жолдадық дедім ғой, 20-дан аса ұсыныс. Ол жерде біз мынандайды ұсындық, ABA кабинеті, маманы мен кабинеті поликлиникада болса. Кәдімгідей біз поликлиникаға барамыз, терапевт отырады, жаңағыдай хирург, невропатолог мамандар қатар-қатар отырады ғой. Бір кабинетте аботерапия, терапевт маманы отырса. Және де оған біз жаңағыдай міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бар ғой, ОСМС бойынша. Біздің міндетті сақтандыруымыз. Соның ішіне ол кірсе деген ұсынысты да айттық біз. Әртүрлі вариантты былайда ұсынып жатырмыз енді. Әртүрлі площадкаларды пайдаланып, енді меніңше мына заңға көп нәрсені кіргіземіз. Сол заңға үміттеніп отырмыз. Сол заңға қазір көптеген ұсыныстарымызды, поправкаларымызды беріп, мына эксперттерменен жұмыс істеп жатырмыз. Сол заң шыққаннан кейін бұйыртса біраз нәрсе өзгереді деп сенемін. Жақсы. Енді осыны сұрақ қойым келіп отыр. Жақында естіген боларсыз, Астанада ерекше бала сау баланың бетін жаңа суық қарумен тілгені лифтіде. Осыған байланысты мен өзім жақында психдиспансерға баламды апарған едім. Сол кезде бір аңғарғаным, ерекше балаларға кішкене көзқарастары болсын да, жаңағыдай тәрбие жағынан болсын, балаларды яғни психдиспансерға жатқызып, бұрын мысалы көп жатқызбайтын, күндізгі амбулаторияға барып жататын. Қазір толықта жатқызу керек балаларға. Ата-аналар болғанда қарсы шығып жатыр ғой, яғни баламызды күнделікті психдиспансер қалып жатқызып кете алмаймыз деп. Осыған байланысты пікіріңіз қандай? Осыған жаңағы ерекше балаларға осы оқиғадан кейін қоғамда кішкене теріс пікірлер қалыптасып жатыр. Бұндай балалар жеке ұстау керек, қоғамға араластырмау керек деген сияқты да сын пікірлер айтылып жатыр. Енді болашақта үкімет тарапынан осы оқиғаға байланысты жаңағы ерекше балаларға заң жағынан бір қатал осындай балаларды шынымен де түзетеміз деген жұмыстарға байланысты бір қатал заң қабылдауы мүмкін ба? Енді ол бала ғой, оған қалай біз қатал заң қалай оған? Өйткені қараңызшы, мен психдиспансерға барғанда маған айтты, осы оқиғаға байланысты, сіздің осы оқиғаға байланысты қазір ерекше балаларға деген талап үлкейіп жатыр деді. Яғни бұрында мысалы мен баламды жатқызбайтын психдиспансерға, жатып күндізгі стационарға, амбулаторияға баратын, күндізгі барып келе жатырмыз, күндіз апарып түсте алып кететін едік. Ал осы жолы барғаным мысалы күні бойы жатқызып, мысалы бір уақытпен, бір аптама, 2 аптама толықтай өзін тастап кетуіміз керек мысалға. Бұрындары ондай болмайтын. Сосын мен сұрадым, осындай бұрын болмайтын ғой, бұнда неге өзгертілді, енгізілді? Сол кезде маған сол жақта айтқаны, осы оқиғадан кейін, яғни ерекше балаларға талап, ерекше балаларға байланысты ережелер күшейіп жатыр деп айтты мысалға өзім. Соны енді олар ережелер қайдан келеді? Жоғары биліктен ғой. Осыған байланысты мүмкін біз білмейтін шығармыз, қарапайым ата-аналар ретінде. Осындай заңдар мүмкін қабылданған шығар ерекше балаларға байланысты. Немесе осындай балаларды жаңа шынымен де жеке ұстау, психдиспансерларда жаңағы балалар жатқызу, күні бойы өзін тастап кетіп 2 апта бойы жатқызу. Ата-аналар көбісі ондай қарсы. Мен өзім білетін ата-аналар көбісі қарсы. Мысалы ешқандай ата-ана ойламаймын өзінің баласын
2 апта бойы 3 апта бойы жатқызып кетеді деп. Өйткені әрбір ата ананың жүрегі ауырады ғой баласы үшін. Иә, иә. Әрине ата ана ретінде мен түсініп тұрмын, мен де баламды жібермес едім ешқай жаққа, ешқандай диспансерге де емделуге де, тіпті жалғыз өзін. Енді қараңыз, бұл жерде мынандай шығар, негізі ерекше бала деп біз бірақ сөзбен айтамыз ғой, бірақ оның ішінде әртүрлі ерекшелік, менталды ерекшеліктер көп қой, ол түрге бөлінеді. Бұл жерде біріншіден ерекшелігіне қарай бөліп қарастыруымыз қажет. Мысалы, агрессивті формалар бар ғой. Агрессивті формалар бар, спокойный формалары бар. Өзімен өзі ұқыпты, сондай тіл алғыш, енді кәдімгідей зияны жоқ. Сөйтіп екіге бөліп, меніңше ол жердегі протоколдар, алгоритмдер әртүрлі болу тиіс. Барлығын бір топ етіп қарамауымыз керек. Әртүрлі ерекшеліктерге әртүрлі алгоритм болу керек та. Бірақ та мен ойламаймын, енді мынау заңға қазір нормалар кіреді ғой, бірақ мен ойламаймын, баланың денсаулығына зиян келтіретін ол жерде нормалар болады деп ойламаймын. Уайымдамаңыздар. Енді қараңызшы, қазір мысалға ерекше балаларға инватакси мәселесіне келетін болсақ, инватаксиға ата-аналарға үлкен көмек негізі. Бірақ инватакси алған ата-аналардың көбісін естіп жатамын. Жаңағыдай бір адам жетекші болып, мүгедек баланы, күйеуінде 2 бала ғой мысалға, онда тек бір-ақ баламен бару керек. Бір сопровождающий, бір адам болу керек. Күйеуінде емізулі бала болады ата-аналарда. Осы жағынан инватаксиді қолдана алмай жатады. Бір осыған бір өзгертілу болашақта енгізілуі мүмкін бе инватаксиға байланысты? Өйткені мұнда 2 адам жүру керек қой таксимен. Онда ата-аналар осындай өзі жағдайлар бар. Біреуінде емізулі бала, біреуінде жаңағындай 2 аутист бала деген сияқты. Иә. Оны мен қарастырып көрейін, жаңағыдай ұсыныс ретінде зерттеп. Негізі әрине қарастыру керек. Ол енді өмірден шығып тұрған нәрсе ғой. Мен мысалы өзім, мынау 2-ші қызым ғой, мен оны апармаған жерім жоқ. Асыл мирасқа да неге де қаралдық, күніге барасың бір жаққа. Біресе дәрігерге, біресе терапияға. Бір терапияға емес қой, бірнеше терапияға бар. Үлкен қызым бар. Екеуінің арасы 2,5 жас. Екеуімен барам ғой. Дұрыс қой. Ананы қайда тастап кетем? Осы ата-аналар көп қой енді. Ол енді өмірден туындап тұрған нәрсе ғой, меніңше ол дұрыс өзінің орнын табу керек. Бұл сұрақ орынды. Мен жазып алып, міндетті түрде бұны жаңағыдай комплексына, осы заң жобасының аясында қарастырып не қылайық. Сосын тағы сұрақ қоятын, ең өзекті мәселенің бірі, сіз айтқандай 18 жастан кейінгі, мысалы қазір көбінесе ақпараттық жағынан 10 жасқа дейінгі аутист балаларды көріп жатсақ, жалпы интернет желісінен, одан кейін үлкен балалар туралы көбінесе айтылмайды ақпарат. Ол балалардың өмірі қандай болып жатыр, немен айналысып жатыр. Мысалы ондай балаларды, жаңағыдай сіз айтқандай аутоагрессиясы бар, поведение жағынан қатты мінез-құлқы жағынан бұзылысы бар балаларды қарау өте қиын. Өйткені өз басымда алатын болса, мен баламда аутоагрессия бар мысалға. Тіпті естідім, ата-аналардың үлкен аутист балаларды жаңағындай шынжырға, цепқа да байлап ұстайтын ата-аналар болған. Өйткені өте қиын, жаңа қоғамға, айналасына зиян тигізе алмасын, өзіне зиян тигізе алмасын деген сияқты. Енді бұл меніңше ата-анаға ғана емес, ерекше баланың өзіне де өте ауыр жағдай. Енді аутист балалар бөлінеді ғой, кейбірі жеңіл түрі, ауыр түрі аутист балалардың ата-аналардың меніңше 2 есе қиын сияқты. Сөйлемейтін, мінез-құлқында жаңағындай ақаулары бар, өз-өзін ұратын, 18 жастан кейін өскеннен кейін олармен тіпті оларды ұстап отыру, оларды бақылау өте қиын ғой. Осындай балаларға байланысты мысалға қандай бір жаңа жобалар, іс-әрекеттер, үкімет тарапынан көмек ата-аналарға бола ма 18 жастан кейінгі балаларға? Бұл жерде жаңа мен алдындағы сұрағыңызға ұмыт кетіппін айтуға. Қоғамда жаңағыдай балаларға қарсы деген мынандай бір теріс көзқарас қалыптасты деп. Бұл жерде де ақпараттандыру мәселесін қосу керек. Тағы да қайталап айтам, инклюзия бойынша жалпы қоғамда ерекше адамдарды, әртүрлі адамдар болады деп, осындай форматта бізде жалпы ақпараттандыру саясаты сәл өзгеру керек деп ойлаймын. Осведомленность, информированность деген бар ғой. Сол ақпараттандыру мәселесін біз кәдімгідей көтеруіміз керек.
адамдар әртүрлі адамдар, ерекше адамдар болады, басқа адамдар болады деген сияқты бір ақпараттар көбірек болу керек. Бұл да қоғамда сондай ресми орталықтандырылған дұрыс айтылған ақпарат болмағандықтан елдер жаңағыдай әртүрлі ақпарат кімнің ойына не келеді соны жаңағыдай тарата береді ғой. Сондықтан осы ақпараттандыру мәселесі өте өзекті бұл жерде. Енді сонымен қатар оларда апаратын орталықтарда жоқ қой 18 жастан кейін мысалға. Енді 18 жастан кейінге егер келетін болсақ, бұл жерде орталықтар жоқ. Бұл үшін не болу керек? Центры дневного пребывания болу керек. 18 жастан кейін, Ол жерде жаңағыдай әлеуметтік және еңбек дағдыларын қалыптастыратын, бұларға жұмыс беріп қоятын, немесе бір еңбек дағдыларын үйретіп, сол жерде аз-маз жұмыс істетіп қоятын орталықтар болу керек. Бізде елімізде ондай орталықтар бар, бірақ та орындар өте аз. Мысалы, мына Ақкөлде орталық бар, центр дневного пребывания, бірақ 60 ол жерде орын, 60 койка мест. Ол өте аз. Тіпті ата-аналар айтады, ересек балалардың ата-аналары, балам барды да оны қайтарып жерде орын жоқ деп. Енді ата-анаға да разгрузка керек қой, күндіз ең құрғанда баланы сол жаққа жіберсе, ол жақта мамандар бір нәрсені үйретеді, хотя бы бір жеңіл қарапайым еңбектің түрін үйретсе де, өзіне өзі қызмет көрсетуді үйретсе де, ол ата-анаға кәдімгідей көмек болар еді. Және де ата-аналарға негізі ондай ерекше балалары бар отбасыларға да балаға қандай көмек көрсетілсе, отбасыларға да сондай көмек керек, психологиялық көмек, қолдау керек. Өйткені мен көп естимін мынандай нелерде, форумдарда ерекше балалардың ата-аналары антидепрессант ішеді. Семьяда мысалы бір емес, бірнеше бала болады ғой. Біреу санындай болса, басқа балалардың да нелер бар ғой, потребностьтары. Сол жерде ана деген енді тіпті өзін өзі тастап жіберетін де уақыт нелер, жұмыстан да шығады, сол балалармен отырады күні кешке дейін. Антидепрессант ішем дейтін аналар болады. Оларға әрине қолдау керек қой. Сондай центры поддержки семьи деген болу керек. Біз көбінесе балалар туралы айтамыз, балаларды қолдау орталығы, балаларды дамыту орталығы дейміз да. Отбасылардың екінші планға лақтырып жібереміз, немесе үшінші планға. Жалпы отбасыларға сондай орталықтар қажет. Мен сен толықтай келсем, өйткені ата-ана 24 сағат бойы баланы қарайтын, ол анаға барлық күш, ауыртпалық, баланың мінез құлқын көтеру, онымен жұмыс жасау, барлық рет. Басқа балаларды айтпағанда, көп балалы ата-аналар бар. Мысалы, мен өзім көп балалы анамын, маған мысалы ол өте ерекше баламен айналысу, басқа балалармен айналысу, жан жақтан ата-аналарға шынымен айналысатын орталықтар болса, психология жағынан психологтардың көмегі болса өте жақсы болатын еді. Біз қазір енді елімізде ерекше балаларға көмекті сұрап жүрміз ғой әр жерден. Ата-аналарға көмекке жасайтындай ондай әлі мүмкіндік жоқ сияқты негізі біздің елімізде. Жалпы ата-аналарға көмек болса, балаларға да оларды жұмыс жасауға айналысу жағынан екі есе күш береді деп ойлаймын да. Егер де ата-аналарға арналған жұмыстар болса, бірақ өкінішке ол бізде дамып жатқан жоқ. Сіздің сұрағыңызға жауап бермеп, 18 жастан кейін бізде неге аутист балалар жоқ деп, олар туралы көп айтылмайды. Информация, ақпарат жоқ. Не туралы естіген шығарсыз, МКБ-10 деген, халықаралық аурулар классификаторы деген бар, международный классификатор болезней. Осы 24 жылға дейін 10-шы МКБ бойынша диагноздар қойылып жүрген. Бұл классификаторда аутизм деген диагноз жоқ. Жалпы менталды бұзылыстардың екі түрлі диагнозы бар. Сонда мен ата-аналармен сөйлесем ғой, 18 жастағы баласын жаңағыдай апарса, 18 жастан диагнозды таңдау керек екен. Сонда екі түрлі диагноз ұсынылады. Умственная отсталость немесе шизофрения. Балада аутизм, екеуде емес. Бірақ та енді классификаторда жоқ нәрсені қалай сен? Енді екеуін біреусін таңдайды. Сонда енді мысалы біз умственная отсталость деген диагнозды таңдадық дейді ата-аналар. Сонда енді статистикада барлығы шизофреник пен умственная отсталость болады да, аутизм как будто жоқ болып кеткен сияқты. Бірақ та енді 24 жылы МКБ, яғни жаңағы халықаралық классификатор бар ғой, соның 11-шісі бекітілді дейді. Бірақ
ол мен ана мамандармен сөйлескенімде оны ендіру үшін толыққанды барлық регионға, барлық жаңа денсаулық сақтау саласына, әлеуметтік салаға ол толыққанды ену үшін қаншама адамдардың диагнозын қайтадан ана классификатор бойынша жаңартып шығу керек. Сонымен қатар тіпті даже дәрігерлердің классификациясында квалификациясында өзгертетін тұстары бар. Яғни өте бір ауқымды жұмыс екен да, мынадай бір күнде бола салатын емес. Бірақ 24-ші жылдың аяғында МКБ 11-ге ауысты дейді. Ол жерде аутизм бар. Яғни аутизм диагнозы одан кейін уже аутизм деген рас болып қойылатын болады, иә. Енді МКБ 11-де уже аутизм бар. Яғни қазір мысалы сіздер барсаңыздар 18-ге келген кезде сіздер сол ана диагнозды таңдай аласыздар. Осы диагнозбен қалады, аутизм диагнозбен. Иә. Сол үшін ғой жаңа статистика бойынша аутистердің барлығы 18-ден қайда кетеді деген. Жаңа диагноздың былай қойылуынан болып тұр ғой. Енді ол жарайды, диагноз қойылу ол өз алдына, ал шын мәнінде ересек жастағы аутистер не істеп жатыр. Енді менің өзім ата-ана ретінде көзқарасым, жалпы осы енді бізде зерттедік, оқыдық қой, бала асырап жатырмыз ғой. 2012 мен 2014 жылдар аралығында осы аутизммен балалар көп келді дүниеге. Осы бір 2-3 жылдың ішінде бэйби-бум болды аутизм бойынша. Оған дейін ондай көп емес етін. Яғни осы 2012, 2013, 2014 жылдары аутизмі бар балалар көп келсе дүниеге, ол балалар қазір енді шамамен 11, 12, 13 жаста, иә. Олар енді бір 5 жылдан кейін 18-ге келеді ғой. Көбісі. Иә. Одан кейінгі дүниеге келгендер олар әлі кішкентай, 9, 8, 5 жас, 6 жас деген сияқты. Сондықтан бізде қазір мен ана білім беру саласына дабыл қаққаным, бізде әріптестер бір 5 жыл, 3-5 жыл уақыт бар. Дереу өзгерісті қазірден бастай берейік деп соны жүгіргенім сол еді да. Бізде кішкене болса да уақыт бар. Бір 4-5 жылдан кейін жаңа наплыв болады. Ана балалар 18-ге келеді ғой. Бір кезде көп туылып қойғанда осы диагнозбен солар 18-ге келеді. Ол менің ата-ана ретінде зерттегенім ғой, мен дәрігер емеспін, бірақ та өзімнің жаңағыдай жеке басым зерттеулерім бойынша сондай мен бір ой қорытындыға келдім да. Енді мысалы қараңызшы, мүгедектік алады ғой 18 жасқа дейін, 18 жасқа емес, кейін мүгедектік жәрдемақы төленеді ғой. Ата-анаға мысалы 18 жасқа дейін ата-анаға және балаға төленеді. Ал 18 жастан кейін тек балаға ғана төленеді. Жаңағыдай ата-анадан алынып тасталады жәрдемақы. Енді ата-ана ойлаңызшы, 18 жасқа дейін баланы күтеді, жұмысқа шыға алмайды, өйткені мүмкіндік болмайды, баланы қарау керек. Енді зейнетақы жағынан да ата-аналарға жаңа жеңілдік қарастырылмаған, зейнетақылық шығу жаңа жүйесі жас саны түсірілмеген, 18 жастан кейін жаңағыда жәрдемақыны алып тастайды. Ол деген меніңше ата-аналарға деген жаңағыда қиын ғой. Сол жағынан бір қандай да бір жеңілдіктер қарастырыла ма үкіметте? Қарастырылады деп үміттенеміз. Бұл сұрақты да біз көтердік. Жаңағыдай мүгедектігі бар балалардың ата-аналарына жаңағыдай зейнеткерлік жасын азайту бойынша менің әріптесім Динара Наумова, ол кісі де депутат, инклюзивті парламенттің мүшесі мен сияқты. Сол кісі көтерді. Жаңағыдай министрлікпен, еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігімен өте тығыз жұмыс жасап жатыр. Негізі бұл бағытта сол азаяды, иә. Яғни жас азаяды. Ал енді ата-анаға 18 жастан кейін мен мысалы өзім, мен де ерекше баланың анасы ретінде жаңағыдай көмек пособие алам. Менің де көкейіме келетін сұрақ, 18 жастан кейін біз аламыз ба пособие, көмек мемлекеттен алмаймыз ба деген сияқты. Оны да біз көтеріп жатырмыз. Негізі осы 25-26 жылдары осы инклюзия бағытында көп өзгерістер болады деп күтеміз. Негізі сіздің бір постыңыздан оқып қалдым, тамыз айында ерекше балаларға байланысты бір жаңа жобалар қабылданады, жасалынады деп жазыпсыз, иә? Ол қандай жобалар бар? Сет жағын айтып жүре аласыз? Мысалға, ерекше балаларға байланысты. Бұл жерде біздің жазғанымыз мынандай ғой, қабылданады емес. Анау жасалынады деп ерекше балаларға байланысты бір жаңа жобалар, іс-әрекеттер жасалынады деп. Ерекше әр ата-ана күтеді ғой, қандай жоба, қандай бала іс-әрекеттер жасалынады деп. Ерекше балалар ата-аналарының одағы деген басында айтып кеттім ғой, жаңа 3000-нан аса ата-ана бар одақ. Сол одақтың мен бір
Ақтөбе филиалының төрайымымен танысқам жуырда. Ол кісі жаңағыдай мына балабақшадағы мәселелерді айтып, біразын шығардым деп айтып жатырмын ғой. Сол одақтың белсенді мүшелерімен тамыз айында енді біз қазір регион аралаймыз ғой. Қазір шілде айында біз толық жаңағыдай аймақтарда жүрсек, тамыз айында сол кісілермен кездесіп, ата-аналармен кездесіп, ұсыныстарын тыңдап, енді қыркүйек айында жаңағыдай заң жобасына кірісеміз ғой. Сол заң жобасына нақты ұсыныстарды әзірлейміз тамызда. Иә, жаңағы біз көп айтып жатырмыз ғой. Бірақ айту бір бөлекті, қағазға түсіріп, кәдімгідей ұсыныс ретінде әзірлеу ол кішкене басқаша. Сол тамыз айына сол жұмысты жоспарлап жатырмын. Анау ата-аналардың ішінде сарапшы белсенділер бар ғой, солармен кездесіп, кәдімгідей қағазға түсіріп, қыркүйек айына дайын болайық деп. Сол еді да менің месседжім. Енді қазір мысалы ерекше бала баратын орталықтар көп, коммерциялық жаңағындай сауда жағынан бизнес көз айналдырып алған, 250 мыңнан төмен емес бағалар, кейбірінкі 700-800 мыңға дейін барады. Ол ақшаның әр атаның қалтасы көтере бермейді. Ондай ақша алып отырғанмен центрлардың барлығында мықты балалар жасалған бір жаңағындай өздеріне жасалған условия бар деп айта алмаймын. Өзімде балам ерекше бала мысалы ақыл орталыққа барады. Әртүрлі жағынан сэс жағынан болсын, техникалық жағынан болсын, пожарный жаңағы сигнализация сол жағынан болсын, кез келген жағынан мықты бір жаңағы балалардың условия жасалып тұрған жоқ ерекше балаларға. Сосын әр жеке меншік жаңағы центр орталықтар ойына келген бағасын қоя береді. 500 мыңға дейін асырып. Неге үкімет тарапынан осы жақтан бір тексеріс жүргізілмейді, қарастырылмайды, жаңағыдай бір бағаны осы бағаны асырмау деген бір сондай бір қоймайды мысалға. Әр өткені центр өзі ойына келген бағасы қойғаннан кейін әр атаны апара алмайды, қиналады. Бұл енді жаңағыдай бағасына келетін болсақ, бізде енді нарықтық экономика ғой. Бұлар енді жеке меншік ашып алған. Енді ол былай формасына қарайтын болсақ, бизнес болып тұр ғой, шағын бизнес. Енді бір жағынан былай объективті түрде қарайтын болсақ, бизнес болғаннан кейін бұл жерде конкуренция болады ғой. Әркім өзінің жаңағы сапасына қарай бағасын қояды, орнатады. Енді бизнес болғаннан кейін ол құқылы өзінің бағасын қоюға. Ал енді бұның сапасын бақылауға келетін болсақ, дұрыс айтасыз, бұл жерде жаңағыдай тревожный кнопка болу керек, ол орталық болғаннан кейін өрт қауіпсіздігін, санитарлық жағын толыққанды сол талаптарға сәйкес келе ма, келмей ма, педагогикалық құрамы қаншалықты білікті, жаңағыдай 72 сағат оқып алған аба специалист па, жоқ кәдімгідей білім алған, практикадан өткен, кәдімгідей тәжірибелі маман ба, сол талаптарға сай тексерісті және лицензиялауды мен де қолдаймын негізі. Ондай болу керек. Және олардың тіпті реестрі де болу керек. Енді тізілімі болу керек деп ойлаймын. Министрлікте тізімі болу керек. Жаңағы енді баға жағын айта алмаймын, өйткені ол нарық қой енді. Нарық болғаннан кейін, анау бизнес болғаннан кейін бұл жерде енді бағаны реттеу қиынырақ болатын шығар. Деп ойлаймын өзім. Түсінікті, енді уақытымыз аяқталып қапты. Енді өзіңіз ерекше ана ретінде осы балалардың ата-аналарына өзінің тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Енді құрметті ата-аналар, барлықтарыңызға, отбасыларыңызға амандық тілеймін, дендеріңізге саулық, балаларыңыз аман болсын, үй-іштеріңіз бүтін болсын, ең бастысы, жүректеріңіз тыныш болсын. Сабырлық берсін, сабырлық керек қой, кез келген нәрседе, бала тәрбиелеуде сабырлық керек. Күш-қуат болсын, бәрі жақсы болады. Жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Сондықтан мен мысалы өзім сондай қағидан ұстанам. Не үшін сарапшыларға, ата-аналарға мынандай WhatsApp арқылы күніге байланыстамыз. Кез келген идеяларыңыз жазыңыздар, бірге айтайық, кез келген площадка, форум болсын, осындай подкаст болсын, пайдаланып бірге көтерейік, айта берейік, ақпарат көбірек болсын, жақсы ақпарат көбірек болсын, жақсы ұсыныстар көбірек болсын. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, сондықтан бұның барлығы қолымыздан келеді. Әлі де балаларымыздың болашағы жарқын болады, бәрі жақсы болады деп сенем. Және сіздер де сондай сенімде болыңыздар. Не болса да жақсылыққа сенейік.
Рахмет сізге. Осымен біздің подкаст аяқталды. Назар аударып қарағандарыңызға рахмет.